Ja, қателік болды. Оны айтыңыз, қателік болды, мойындаңыз, болды. Білім басқармасынан. Бізге қажет сол. Ол үшін білім басқармасынан қатен соғыс алдым. Оған байланысты мен деген өзім жұмысымды, өзімнің жоспарымды басқаша ұйымдастыратын болдым. Енді балаларды мектептен ешқай жаққа шығармаймын. Өйткені мектепке де ешкімді кіргізбеймін. Өйткені біз деген барлық өткізіп жатқан шаралардың мазмұнына қарап жатырмыз. Мектепте өтіп жатқан шаралардың бәрі орыс бөлімі болсын, қазақ бөлімінде толық бәрі қазақша өтеді. Орыс бөлімінде біз деген қазақша міндетті түрде өткіземіз. Мен коридордан бастап балалармен бәрімен орыс қазақ демеймін, бәрімен қазақша сөйлесемін. Орыс сыныбындағы оқушылар әнұранды біле ма? Соның да әсері бар шығар деп ойлаймын. Орыс сыныбындағы оқушылар әнұранды жатқа біле ма? Bir ağız aytayın, bir ağız aytayın. Da mümkün. Тоқтамшы, бір ауыз айтайын. Қызға шақаңlar, бізге мектептің ішінде жұмыстар ол бізге қызық емес. Мен жаңа дархан тұрыңыз. Мен жаңа кіріп келе жатқанда орыс әйел отыр екен. Орыс әйелге айттым, мен қазақша сәлемдесіп сөйтіп сөйлеп жатсам, маған орысша жауап беріп жатыр. Ол мемлекеттік тілді білуге тиіс. Дұрыс па? Мемлекеттік тіл қазақ тілі. Ол орыс па, Қытай ма, ұйғыр ма, бәрібір. Ол қазақ тілін білуге міндетті. Қазақша сөйледің ба, қазақша жауап берсін. Оқушыларды айтасыз. Ал неге бақтиyor сәлеметсіз деген сөз айта алмайды? Неге сәлемсіз, неге соны айтып ескересіз? Мен сәлемдесем орысша сөйлемейсіз. Сәлеметсіз бе дегенді біледі. Ол мен неге жауап бермейді бізге? қазақша жауап береді. Сонда сізге ғана жауап беріп тұр ғой. Неге біз? Олай емес. Олай емес. Камерадан қараңыз. Камерадан қараңыз. Камерадан қараңыз. Өткенде де солай болған. Я русский деп қойды. Ол өйтіп айтуға құқысы бар ма? Өйтіп айтуға құқысы жоқ. Біз сәлеметсіз десек, бізге орысша амандасып тұр. Өйтіп бөлінуге бола ма? Ол 80 жаста, 1000 жаста болсын, 1000 жаста болса да, 1000 жаста болса да ол қазақша білуге тиіс. Жұмыстан шығарамаймын. Мен сізге жұмыстан шығарыңыз деп айтып жатқан жоқпын. Сіздер жұмыс жасау керексіздер, диаспора өкілдерімен.